Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз. Молочная девочка деп те аталады. Ол үшін сгущенкамызды алдымен құйып аламыз. Енді жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде екі торттың қоспаларын бірге араластырып жатырмын. Енді ерітілген сары майымызды қосамыз. Жақсылап бір массаға айналғанша араластырамыз. Одан кейін бір чайный ложка разрыхлителімізді және де ұнымыздың жартысын қосып араластырамыз. Онда шетінен електен өткізіп араластырған дұрыс. Сонда қамырымыз біркелкі әдемі болып шығады. Енді қамырымызды пергамент қағазға тең бөлікке бөліп, пеште 180 градуста 5-6 минутқа пісіріп аламыз. Әр тортқа мен 6 корждан жинадым. Енді біз крем дайындайтын боламыз. Ол үшін біз құрғақ салфеткамен осылай ыдысымызды және миксеріміздің насадкасын жақсылап сүртіп аламыз. Сонда креміміз біздің дұрыс шығады. Бұл бірінші міндетті түрде осылай жасау керек. Енді біз сливкимізді құйып, творожный сырымызды 200 грамм және де сахарный пудра 150 грамм қосып араластырамыз. Коржымызға кремімізді жағып, өздеріңіз қалағандай әрлесеңіздер болады. Болмаса осындай шетін вафельный крошкамен және үстіне осылай неше түрлі жеміс-жидектермен әрлесеңіздер болады. Достар, бұл тортты сіздерге дайындауға кеңес беремін, өйткені өте дәмді, нәзік торт шығады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Видеом ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар.